Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Наполеон дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға илегіштен ұнымызды өткіземіз. Бізге жалпы 400 грамм ұн қажет болады. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Бізге 200 грамм сары май қажет болады. Енді ұнымыз бен сары майды қолымыздың көмегімен үгітетін боламыз, яғни бір-бірімен жақсы араласуы қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. ұн мен майды араластырған кезде видеода көрсетілгендей болып шығуы қажет. Енді бөлек ыдысқа бір жұмыртқа, бір ас қасық сұйық май, бір чай қасық уксус және де кішкене тұз қосып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне салқын суымызды қосамыз. Енді екеуін біріктіріп қамыр илейтін боламыз. Барлығын бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып қамырымызды илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. 1 сағатқа бетін жауып тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді Наполеонның ішіне жағатын кремімізді дайындаймыз. Кремге бізге 1 литр сүт және де 200 грамм қант, оның үстіне кукурузный крахмал және де ұн қажет болады. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. ұн, крахмал, қант барлығы еруі қажет, іртіктер болмауы қажет. Іртіктердің барлығы кеткеннен кейін газдың астын қосып, оның үстіне жаңағы кремімізді қоямыз. Баяу отта қайнауы қажет. Міндетті түрде араластырып отырамыз. Крем қоюланғанша міндетті түрде араластырып отыру қажет, себебі астына жабысып қалуы мүмкін. Крем қоюлана бастаған кезде лопатканың көмегімен осылай араластырып отырамыз. Байқасаңыздар, міне қоюланып келе жатыр. Қою болған кезде біздің креміміз дайын деген сөз. Оған дейін жақсылап араластыратын боламыз. Біздің крем дайын болды. Газдың үстінен алып, оның бетін салафанмен жауып, суығанша қойып қоятын боламыз. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды шығарып, видеода көрсетілгендей етіп, жұқа немесе қалың емес, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Орағаннан кейін бөліктерге бөлеміз. 9 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырымыздың ішінде сары май болғандықтан ол еріп кетуі мүмкін, сол себептен тоңазытқышқа салып қоямыз және біртіндеп алып жаятын боламыз. Қамырымызға кішкене ұн сеуіп, видеода көрсетілгендей етіп дөңгелек формаға келтіреміз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін пергаменттің үстіне қоятын боламыз және де оның үстіне кез келген өлшемдегі өздеріңізге қажетті тарелка немесе басқа да дөңгелек формадағы ыдысты алып, осылай дөңгелек пішінді келтіреміз. Және де шанышқының көмегімен әр жерінен тесіп шығатын боламыз және де қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Басқа қамырларды да дәл осы ретпен пісіріп шығатын боламыз. Міне біздің піскен қамырымыз осылай шықты. Шет-шеттерін, артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Қамырымызды салып, оның үстіне 4 немесе 5 ас қасық кремді салып, барлық жеріне тегізіп жайып шығамыз. Дәл осы ретпен басқаларында салып шығамыз. Крем міндетті түрде суы қажет, ыстық күйінде жақпаймыз. Тортты жинаған кезімізде осында темір ыдысқа салып қойсаңыздар, торт өзінің формасын сақтап тұрады, яғни әр жерге жылжып кетпейді. Тортымызды жақ болғаннан кейін енді тортымызды әсемдейтін боламыз. Шетінде қалған қамырлардың барлығын үгітіп шығамыз қолымыздың көмегімен және де бетіне себетін боламыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша Наполеон тортын жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Алдағы уақытта менің каналымда басқа да көптеген рецепттер шығатын болады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видео сіздерге ұнаса лүпіл басып және де комментарий жазып кетсеңіздер болады.